Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай қытырлақ хрустящий баклажан деген салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен баклажанымызды сыртын ашып, осындай үлкен бөліктерге бөліп, тұздалған суға алдын ала 20-30 минутқа салып қоямыз. Бұл біздің баклажанымыздың ащы дәмін кетіру үшін осылай жасаймыз. Содан кейін кляр жасауға кірісеміз. Ол үшін ұнымызға суды құямыз. Минералды су құюға болады. Мен кез келген ішетін суды құйдым. Ішетін суды құйып араластырамыз. Осымен біздің клярымыз дайын. Қатты қою да, қатты сұйық та болып кетпеуін қадағалаймыз. Орташа масса болу қажет. Кукурузный крахмалға кептіріп алған баклажандарымызды салып аунатамыз да, кейін клярымызға бір аунатып, қызып тұрған сұйық майға жақсылап қуырып аламыз. Негізі баклажанды сол судан алғаннан кейін бірден сүлгіге кептіріп қойғандарың жақсы болады. Ал бұл жерде кукурузный крахмалды қолдану себебіміз бұл артық влаганы өзіне сіңіру үшін кукурузный крахмалды қолданамыз. Және де сырты қытырлақ болу үшін де. Осы клярмен істесеңіздер, өкінбейсіздер, жақсы шығады. Бұл теплый салат болғандықтан міндетті түрде дастарханға қойғаннан кейін бірден жеп қоюға кеңес беремін. Салатымыз да дайын болып қалды. Бірер минуттан дайын болып қалады. Жақсылап, отымызда жақсылап, сырты хрустящий болғанға дейін, қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Қатты қызартып жібермейміз. Өте сондай ортасы пысқанға дейін байқап тұрасыздар. Сонымен біздің салатымызды дайын болып қалды. Осылай әбден ортасы баклажанымыздың піскенше жақсы отта жақсылап пісіріп аламыз да, майлыққа осылай салып қоямыз. Бірден қытырлақ болып шығады. Өте дәмді, өте тойымды жақсы салат. Енді жуылған черри қызанағымызға сен сойдың, мен кисло-сладкий деген соусын пайдаландым. Және де қалауларыңызша творожный сырмен әсемдеп, ең бірінші сол соусымызбен араластырып аламыз. Кейіннен сол кисло-сладкий соусымызды құйып, үстіне творожный сырымызбен әрлеуге болады. Қалауларыңызша листья салата, руккола, кез келген жасыл шөптерді пайдалансаңыз болады. Менде олар болмады, бірақ осылайынан да дәмді болды. Көп жеуге әрине кеңес бермеймін, бірақ арасында осылай жасап, отбасыларыңызды қуантуға болады. Өте тойымды, өте жақсы салат. Салаттың бір түрі. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Наргүл. Келесі кездескенше сау болыңыздар.